Балалар, бүгінгі біздің іс-әрекетіміздің тақырыбы көліктер. Біз қазір көліктер жайлы танысамыз. Бірінші біз бағдаршаммен танысып алайық, балалар. Мынау бізде балалар не? Бағдаршам, иә? Бағдаршамның неше көзі бар екен? Қандай түстер бар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Балалар, осы бағдаршам арқылы бізде көліктер жол ережесін сақтайды, балалар. Енді қараңдар, мынау бізде балалар көліктер. Енді көліктерді қазір мен сендерге түсіндіріп өтейін. Қандай қызмет атқарады? Мынау бізде балалар не? Автобус, дұрыс айтасыңдар. Автобуспен кімдерді тасиды? Адамдарды, дұрыс айтасыңдар. Ал келесі мынау бізде қандай көлік? Жүк автокөлігі. Бұнымен ауыр заттарды тасиды. Иә, балалар? Ал келесі мынау балалар бізде қандай көлік? Жедел көлігі. Иә, балалар? Иә. Адамдар ауырғанда жедел жәрдем машинасын шақыртады. Келесі мынау бізде не балалар? Ол қайда шығады? Аспанда, дұрыс айтасыңдар. Ал келесі мынау бізде қандай көлік? Дұрыс, өрт сөндіру көлігі екен. Бұнымен біз өртті сөндіреміз, балалар. Ал енді балалар, біз қазір топқа бөлініп алайық, балалар. Топқа бөлініп алайық. Қазір мен сендерге карточка таратамын. Сол арқылы балалар топқа бөлінуімізді келесі тапсырмамызды орындаймыз. Неден ала қойыңдар? Кел, ала қойыңдар. Ал енді балалар, біз үш топқа бөліндік, иә?